Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ ет арнасының көрермендері. Қалдарыңыз қалай? Дендеріңіз сау ма? Мал жандарыңыз, бала шағаларыңыз аман есен бе? Алланың қалауымен кеше ауылға келдім. 4 бас торпақ алып келдім. Қарағандыдан сағат таңертең 10-да шығып, ауылға сағат кешкі 5-дің шамасында жеттім. 6 сағат жол жүріп келдім. 6 сағат тамаша сапар болды. Жай жүрген кезіміз болды. Өте жол нашар жер екен. Сондай бір жай жүруге тура келді. Қазақта айтады ғой, біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос деп. Сол сияқты шамамыз келгенше барлығын көруге тырысып жатырық. Әрине бір Алланың қолдауымен және сіздердің жақсы комментарияларыңызбен, отбасымыздың, бала шағамыздың, ағайын-туыс бауырымыздың қолдауымен Аллаға шүкір осындай бір керемет істер істеп жатырық. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей деп бала күнімізде мұғалімдер үйрететін. Еңбектің наны тәтті, жалқаудың жаны тәтті демекші. Соны енді түсінгендей болып жатырық. Ұйқы деген өте жаман, нашар дүние екен. Енді өзімізде өтірік айта алмаймыз, кейде түскен ұйықтап қалатын кезіміз болады. Сондықтан осы бір ұйқыны жеңіп, жалқаудың ісін жеңіп, адал еңбек етуге Алланың қалауымен тырысып жатырық. Енді сіздерге комментариядағы қойылған сұрақтарға жауап бере келгім келіп отыр. Жол үстіндеміз ғой. Енді маған айтып жатыр да, бұқаларыңды орта есеппен қанша бағаға алдың дейді. Енді Алланың қалауымен орта есеппен 160 мыңнан шығып жатыр. Жолымыз бар. Әрі берісімен Аллаға шүкір 38 бас мал жинақ қойдық Алланың қалауымен. Енді 10-11 бас толық жинау керекпіз. Енді тағы да бір комментария бар. Соған тағы жауап бере кеттім келіп отыр. Бір кісі жазыпты, бордақыны неден бастасам болады депті. Бордақымен айналысқым келеді, неден бастасам болады. Енді жасымыз кіші болғанмен ақыл айтатындай жаста емеспіз. Енді қазақта сөз бар ғой, көп көргеннен сұра, көп естігеннен емес, көп көргеннен сұра дейді. Естіген адам ауыздан ауызға таралған дүниені жеткізеді, көрген адам нақты түрде жеткізеді да. Енді өзім Аллаға шүкір көріп жатырық. Ыстығында, суығында, қиынында, жеңілінде көріп жатырық. Енді мен сіздерге дәп осылай істе деп айтпаймын. Менен сіздерге ұнаған жерлерін аларсыздар деген ойдамын. Енді ең бастапқы қалай басталды, бұл неден басталды, соны айтқым келіп кетіп отыр. Басында енді қалада жұмыс істедік. Сол не істерімізді білмей өзімді түсіндім. Түпкі сезімде бір шаруашылық істеу керек, бір бизнес, бірдеме істеу керек деген ой болды да. Бірдеме істеу керек, осы бірдеме істеу керек. Не істеу керек екенін бірақ білмейміз. Саудамен де айналыстым, киім алып, киім сатып. Анау 5 литрлік майлар бар ғой. Сол майларды да алып сатып, қаладан алып ауылға жеткізіп сатып жүрдік. Бірақ көкейімізде бірдеме өзімдік емес болды да. Енді сауда Аллаға шүкір, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүннеті ғой. Әр нәрсе, әр істеліп жатқан нәрсе ол сауда. Сондықтан сауданың да өз направлениялары бар. Өзіңіздің жүрек қалауыңыз қалаған сауда болады. Енді мен кішігірім ақша жинап ет магазин ашқан болатынмын, қазақ ет деген. Сол қазақ ет магазинін ашып, 1 ай жұмыс істедік, 1,5-2 ай жұмыс істедік. Жабуға тура келді. Өйткені етпен айналысып көрмеген бұрын. Енді ауылда тұрдық, мал сойдық, қой сойдық, бірақ үлкен мал сойып көрмегенбіз. Етпен сондай бір айналысып көрген жоқпыз. Бірақ Алланың қалауымен оны да көрдік, магазин аштық. Аллаға шүкір берекелі болды, клиенттарымыз көп болды. Бірақ бір түсінгенім, өзіңіздің шаруашылығыңыз болып, өзіңіздің малдан сойылған
малға ештеңе жетпейді екен, тау асып қырасып қаңғырғаннан. Әрине олай істеуге болады, бірақ көп уақытты, көп күшті сарп ететін боламыз ол үшін. Содан кейін Алланың қалауымен сол істі көру арқылы мал шаруашылығына келдім. Енді бізде бастапқыда біздің өзіміздің жарымыз екеуміздің үйіміз жоқ, 2 баламыз бар, Алланың берген 2 қызымыз бар. Үй болмаған соң осындай біз шаруашылықтар істей бастадық. Басында ипотекаға үй алмақшы болдық, бірақ ол харам екен, риба процент бар екен түсініп, Алла жолында ол берекелі болмайтынын түсініп, біз адал еңбек арқылы өзімізге мал табуға кірістік. Осының барлығы үй алу жолында істелініп жатқан дүниелер. Үй алу жолында. Үй алу үшін біз осы шаруашылықты бастадық, ақшаны жиып, теріп, жақындарымыздың көмегімен, Аллаға шүкір, Құдай қосқан жарым көмектесті. Екеуміз ақшаны жинап, 1 тиынды 2 тиын қылып, 5 тиынды 10 теңге қылып, сөйтіп жинап, осы мал алдық былтыр. Оны видеоға түсірдім, бірақ ешқайда салған жоқпын. Тек бағылып жүрген кезде бірақ видео бар каналда, соны салдым. Содан кейін сіздерге айта кететін бір жағдай, қарыздарыңыз болмау керек, кредиттарыңыз болмау керек шама келгенше. Өйткені ол ертең сіздерді тармаш етеді, артқа тартатын болады, берекесіз болады. Өзі әр нәрсені адал істеймін деп бастасаңыз, барлығын адалынан бастаған жөн болады. 1 бас алып қойсаңыз да, 2 бас алып қойсаңыз да, қарызға емес, бәрін адал ақшаңызға істеңіз. Өйткені отбасыңыз, бала шағаңыз жейтіннан, сондықтан барлығы адал болған жөн деп есептеймін өзім. Екіншіден, ешқашан қорықпаңыздар, Алланың қалауымен бәрі болады. Тек алдыға, кім не айтса да бәрібір, артқа жүрмеңіздер. Барлығын өздеріңіз шешім қабылдап, жақсы, берекелі іс істеңіздер. Ең бастысы өздеріңізге деген сенімдік, және де Алла сіздерге қолдау көрсетеді. Тәуекел етіңіздер. Тәуекел еткен құлдарын Алла тағала жақсы көреді. Және отбасыңыз, жарыңыз, ағайын туыс, бауырыңыз қолдаса, көмектессе, Аллаға шүкір, бітпейтін іс қалмайды, барлығы бітеді. Сондықтан қорықпаңыздар, Алланың қалауымен бәрі болады. Әр істі бастаған соң аяғына жеткізуге тырысыңыздар, орта жолда тастап кетпеңіздер. Көз қорқақ, қол батыр дейді. Қолдарыңызбен істеңіздер. Әрқашан осы жол үстінде жүрем, мал іздеп, мал қарап, біраз жайлауларды көрдік, біраз тауларды белестерді астық, біраз дүние көрдік, біраз дүние түсіндік. Сондықтан Алланың қалауымен бәрі болады. Бисмилла, тәуекел етіңіздер. Алла тағала істеп жатқан, бастайын деп жатқан кәсіптеріңізге береке берсін. Қандай кәсіп бастасаңыздар да, ол нольдан басталады бәрібір. Хоть крупный предпринимательдар болсын, бәрі болсын, олар шынайы тәуекел етіп істеген адамдар ол нольдан бастады. Ал кейбір адамдар, олар ақшаның күшімен жүрген адамдар, өздеріңізде көріп түсініп жатсыздар ғой. Сондықтан нольдан бастасаңыздар, бәрін түсінесіздер, білесіздер, көресіздер. Жаныңыздағы адамдар да көреді. Міне сіздер көріп жатсыздар, мен де нольдан бастадым. Алла қаласа, осы видеолар әлі талай жалғасып, жақсы съемкалар болады деген ойдамын. Алланың қалауымен жаңбыр жауды. Жаңбыр жауған кезде Алла тағала дұғаларды қабыл етеді дейді. Сондықтан кіші болсақ та қолдарыңызды жай қалыңыздар. Алла тағала бастан деп жатқан істеріңізге береке берсін. Отбасыларыңызға, бала шағаларыңызға амандық берсін. Алла 2 дүниенің бақытын нәсіп етсін. Тек адалынан болатын істер істеңіздер. Жан дүниелеріміз, жүрегіміз таза болсын. Бастысы имандарыңыз берік болсын. Ауыздарыңыздан тек жақсы сөз шықсын, жақсы сөз жарым ырыс дейді. Сондықтан біз қазақ ырымшыл халықпыз. Сондықтан тек жақсы істер істеп, болашақта қазақ халқына еңбегіміз тиетін, көмегіміз тиетін азаматтардан болуымыз нәсіп етсін. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته